Алейкум достар. Бүгін сендерге ерекше жаратылыс кентавр туралы айтып берем. Кентавр жартылай адам, жартылай жылқы. Ол грек мифологиясында өмір сүретін жауынгерлер мен дана жандар. Олардың денесінің жоғары жағы адам, ал төменгі жағы жылқы. Кейбір кентаврлар өте қатыгез болған, бірақ біреуі ерекше Хирон. Ол ең дана кентавр. Адамдарға емшілік, астрономия және соғыс өнерін үйреткен. Кейбір аңыздарда кентаврлар орман мен тауларда тұрады дейді. Олар табиғатпен тығыз байланыста болған. Кентавр шын мәнінде болған ба? Әлде адамдардың қиялынан туған ба? Мұны ешкім нақты білмейді. Ал сен қалай ойлайсың? Кентавр шын өмірде болған шығар, иә? Пікірге жазып қалдыр. Тіркеліп келесі видеода мен саған басқа да таңғажайып аңыздарды айтып беремін.